Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'alaga sans maqtovlar, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e sans salavattар мен сәлемдер болсын, құрметті қадірменді жамағат. Иншалла естеріңізге салып болайық. Біздің мешітте Алланың қалауыменен әр вторник, екінші күні және де әр четверг, бейсенбі күндері, төртінші күндері шам мен құфтаның ортасында ардақты сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмір баян сабағы өтіліп жатыр. Шам мен құфтаның ортасында. Иншалла уақыттарыңыз болып, бір сол пайғамбарымыздың өмір баянына қызығып, соны бір тыңдасам, білсем дейтін адамдар болатын болса, жамағат болса, иншалла соны қаперлеріңізге іле жүріңіздер. Алла субхана ва тағала сондай ұлық зат, сізбенен бізді жоқтан бар қылып жаратты, рызық берді, иман берді, шексіз нығметтерін берді. Соның ішінде Алла тағала өзінің ең сүйген құлдары ретінде иман келтірген момын мұсылмандардың қатарынан мешітке келіп намаз оқитын құлдарынан қылғанына сансыз шүкірліктер, мақтаулар болсын иншалла. Не үшін біз бұл Алла тағалаға бұл иман, өзіне сәжде қылатын, өзінің үйін мешіттерді зират қылатын құлдарына қылғаны үшін біз шүкірлік айтамыз. Себебі хабарларда айтылады да, ертең қияметтің күнінде сондай жүздері жұлдыздарға ұқсап жарқыраған бір адамдар келеді екен да, қиямет күнінде. Сонда адамдардың барлығы қарап, субханалла, мыналар әмбиялар болса керек, Алланың пайғамбарлары болса керек деп ойлап, әлгілерден сендер кімдерсіңдер деп сұраса, әлгі жүздері жұлдыздарға ұқсап жарқыраған адамдар айтады екен. Біз ақыр заман пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның үмметінен боламыз. Бұндай дәрежеге, бұндай беделге қалай ие болдыңдар? Жүздерің нұр шашып тұр ғой, жұлдыздардай жарқырап тұр ғой деген кезде, олар себебін айтады екен. Біздің бұндай дәрежеге жетуіміздің себебі біз дейді. Базарларда сауда саттық қылып жүрген уақытымызда, тіршілік қылып жүрген уақытымызда, мешітте азан айтылса, барлық тірлігімізді тастап, Алланың шақыруын қабыл алатын едік дейді, қараңыз. Аллаху акбар. Альхамдулилля, міне сізбенен біз сол адамдармыз иншалла. Екінші бір адамдар келеді дейді, жүздері айға ұқсап нұр шашқан дейді да. Адамдар жан өле деген, мыналар пайғамбар болса керек деп, әлгілерден айға ұқсап жүздерінің жарқырағандығының себебін сұрап, сендер кімдерсіңдер десе, олардан біз ақыр заман пайғамбары Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның үмметінен боламыз дейді екен. Субханалла, сендердің жүздерің айға ұқсап жарқырап тұр ғой, бұндай дәрежеге, беделге қалай ие болдыңдар десе, әлгі адамдар айтады екен, біз дейді, намаз уақыты жақындаған кезде дәрет алып, намазға қамданатын едік дейді, қараңыз. Азаннан бұрын уақытқа қарап, бесін болып қалдым екен деп, азаннан бұрын олар не істейтін едік дейді, жұмыстарымыздың қайлап, дәретімізді алып, намазға дайындық көретін едік деген, қараңыз. Аллаху акбар. Міне сізбенен біздің ішімізде де сондай намазға ықыласты бауырларымыз бар ғой, бесін кеп қалған сағатын қарайды, жұмыстарының қайлайды, дәретін алады, намазға қаратай бет алады да, қараңыз. Үшінші бір топ адамдар келеді деген, олар екеуінен де ерекше. Олардың жүздері күнге ұқсап жарқырап тұрады екен да. Субханалла, олардан да себебін сұраған кезде, біз ақыр заман пайғамбары Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның үмметінен боламыз. Біздің бұл дәрежеге жетуімізге себеп болған амал дейді, біз дүниеде азанды мешітте отырып еститін едік дейді, қараңыз. Екеуінен де жоғарырақта олар алдын ала дайындалып, дәретін алып, азан айтылмай тұрып, Алланың үйі мешітте келіп не істеп отырады деген, азанды мешітте тыңдайды дегенді. Аллаху акбар, міне ондай адамдарда сізбенен біздің арамызда бар. Алла тағала сізбенен біздің ертең қияметте сондай жүректері Алланың үйі мешітке байланған, азанды мешітте отырып естейтін ықыласты құлдарының қатарынан болып нәсіп қылсын иншалла. Жалпы айтпақшы болған нәрсеміз ол емес. Имам Ахмад риуаят қылынған хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахумма бәрикли фи ризқи деп дұға қылған. Аллахым, менің рызығымды берекелі ет деп сұрағанда, қараңыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, Аллахым, менің рызығымды не қыл? Берекелі қыл. Менің рызығыма береке бер деп сұрады. Рызық деген не? Көйде біз ойлаймыз, рызық деген ол дүние мүлік, азық, ауқат, мал, кәсіп деп. Жоқ, рызық Алла тағаланың берген барлық
жақсылығы сізбенен бізге не тағайбайға? Рызық қой. Рызық. Иман рызық, денсаулық рызық, жүректің тыныштығы рызық, бала шағаның амандығы рызық, бала шағаның болуы рызық, дүние мүлік, барлық Алланың берген нығметі не болады? Рызық болады. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мән берсеңіздер, Раббым менің рызығымды көбейтіп бер, көп қылып бер деп жатқан жоқ. Не деп жатыр? Менің рызығыма береке бер деп сұрап жатыр да. Құрметті жамағат, егер Алла субхана ва тағала бір қарапайым ғана бір жұмысшының, қара жұмысшының, разнорабочий дейді ғой біздің тілмен айтқанда, соның тапқан 5-10 теңгесіне егер Алла тағала рызық беретін болса, мына 5 күндік жалған дүниеде жүрегі тыныш, амандықта, бақытта, рахатта өмір сүруіне ол не болады? Жеткілікті болады сол 5-10 тиынға берген Алла тағаланың рызығы. Егер керісінше Алла субхана ва тағала көп дүние мүлік, байлық, атақ, абырой беріп, бірақ оған береке деген нәрсені бермейтін болса, ол нәрсе адамға қасірет, азап, қиыншылық болуы мүмкін да. Қараңыз. Оның себебі Хакимул Умма, үмметтің данасы болған Маулана Ашраф Али Тахнауи рахимулла керемет бір оқиғаны мысал қылып келтіреді. Индияның Лахнауи деген үлкен қаласының әкімі бар еді дейді. Әкім, мал мүлікі көп, абырой беделі жоғары, қасырлаған сарайлары бар еді дейді. Ана сарайларының қоршауының биіктігі бір адамның үйінен биік еді дейді. Ішіндегі қызметшілер, жұмысшылардың саны жоқ еді дейді. Қараңыз, есепсіз қызметшілері көп еді. Бірақ әлгі әкімнің дейді, асқазанында бір ауру бар еді дейді. Сол себепті дәрігер оған түрлі наз нығметтер, жеміс жидектер, ішімдіктің сансыз нәрселер тұрса да, бір ғана тамақты пайдалануға рұқсат берген дейді. Асқазанының не себепті? Ауырғандығы себепті. Ол да болса ешкінің етін қималап турап, соны сыққан кезде не ағады? Су ағады ғой. Сол ешкінің етінен аққан сөлді ғана пайдалануға рұқсат берген дейді. Субханалла. Қараңызда, қаншадан қанша байлық дүние болмасын, әлгі байқұс бейшара байдың, әкімнің несібесі не болып жатыр? Бір ешкінің еті де емес онда болса, етінен аққан сөл. Себебі соны ғана жесе асқазан ауырмай дегенде, қалған тамақтардың барлығынан асқазаны ауырып қиналады. Бір күні сол бай, Лахнауи қаласының әкімі, өзінің қасырлаған сарайының дария өзеннің бойынан аққан бір балконында отырып, ағып атқан өзенге қарап отса, алыстан бір үсті басы кіргір, қарапайым ғана бір жұмысшы келіп, өзеннің жағасындағы бір саялы ағаштың жанына келіп отырды дейді. Қараңыз. Әкім үстінен қарап тұрса, көлеңке ағаштың түбіне әлгі бейшара отырып, өзінің дорбасынан 2 бөлке нанды алып шығып, пиязды алып шығып, әлгі нанға пиязды араластырып, бір сілекейін ағызып тұрып, ықыласпенен, махаббатпенен жеді дейді. Қараңыз. Әлгіні жеп болғаннан кейін өзеннің суынан қанғанша тойып ішті дейді. Кейін ағаштың түбіне келіп жатты дейді. Қараңыз. Ұйқыға көзі кетті. Сонда төбеден қарап тұрған әкім, мына мал мүлік, қасырлаған сарай үйдің барлығы Алла тағала менен алып қойса дейді. Оның ақысына дейді, мына қарапайым жұмысшыға нәсіп болған тыныштық, амандық, рахатты маған берсе шіркін, мен соған разымын деді. Қараңыз. Субханалла. Неге? Себебі ода мал мүлік, ақша, дүние мүлік, абырой бар еді, бірақ не жоқ еді ода? Береке деген нәрсе жоқ еді. Сондықтан құрметті жамағат, сізбенен біз әрдайым сауда істеп жүрсің ба, жұмыс істеп жүресіз ба, тіршілік қыласыз ба, Алладан бір ғана нәрсе сұраңыз, ол да болса не? Алла, менің рызығыма не бер? Береке бер, жеткілікті. Алла субхана ва тағала сізге 5 теңге, 10 теңгеңізге береке берсе бар ғой, жүрегіңізде сондай тыныштық, бақыт болады, одан нәрсе артық сізге керек емес болып қалады. Сондықтан Алла тағала баршамыздың өмірімізге, рызығымызға, тіршілігімізге, кәсібімізге не берсін? Береке берсін. Аллаху акбар.